26 есеп. Сағаттың механизмінде тегершіктер бір-бірін айналдырады. Кіші тегершік 60 айналым жасағанда, үлкен тегершік 45 айналым жасайды. Егер үлкен тегершіктің шеңбер ұзындығы 30 мм болса, онда кіші тегершіктің шеңбер ұзындығын табыңыз дейді. Үлкен тегершіктің ұзындығы бізде үлкен шеңбердің 30 мм, яғни С үлкен 30 мм. Біз шеңбердің ұзындығын С деп белгілейміз. Ал кіші шеңбердің ұзындығын біз білмейміз. Бірақ кіші тегершік 60 айналым жасағанда, n тең 60 болғанда, үлкен тегершік 45 айналым жасайды. Енді біз мынаны түсінуіміз керек. Үлкен тегершік пен кіші тегершік өзара байланысты. Үлкен тегершіктің ұзындығы үлкен болғандықтан, ол айналымды азырақ жасайды. Ал кіші тегершіктің ұзындығы кіші болғандықтан, ол жылдамырақ айналады, соның арқасында ол айналым саны көбірек болады. Бірақ екеуінің де жасайтын, яғни жүріп өткен жолы бірдей. Демек, біз егер үлкен тегершіктің жүріп өткен жолын тапсақ, онда ол кіші тегершіктің де жүріп өткен жолына тең болады. Оның жүріп өткен жолын табу үшін біз біріншіден 45-ті көбейтеміз 30-ға. Яғни ол осындай ұзындығымен 45 рет айналым жасады. Яғни сол ұзындықты 45 рет қайталады деген сөз. 45-ті 30-ға көбейтсек, 1350 мм болады. Яғни бұл барлық жүріп өткен жол деп қояйық. Бұл үлкеннің де, кішінің де жүріп өткен жолы. Ендеше жүріп өткен жолы осындай болса, және жасаған айналымы 60 болса, біз кіші тегершіктің ұзындығын таба аламыз. Ол үшін 1350-ді біз 60-ға бөлеміз. Ол 22,5 мм-ге тең болады. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы. Кіші тегершіктің шеңбер ұзындығы 22,5 мм-ге тең.